Баршаңызға сәлем, сіздермен Нажиба. Бүгін сіздермен бірге кептірілген алмадан компот жасайтын боламыз. Ол үшін алдымен кептірілген алмаларды салқын сумен жуамыз. Одан кейін 5 минутқа салқын суда жібітіп қоямыз. Қазанымызға 3 литр су құйып қайнатамыз. Су қайнаған уақытта алмаларымызды саламыз. Мен жарты стаканнан сәл көптеу қант салдым. Одан аз немесе көп салсаңыздар да болады. Қақпағын жауып 20-25 минут қайнатамыз. Одан кейін астын өшіріп, тағы да 20-25 минут бетін ашпай бұқтырып қоямыз. Одан кейін тоңазытқышқа салып қоямыз. Міне біздің компотымыз дайын болды. Дәмі өте керемет әрі пайдалы. Сіздер де жасап көріңіздер. Видео ұнаса арнама тіркелуді, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар.